Құрбан айтында қайырымдылық жасау сауапты істің бірінен саналады. Қала имамдары да айт күндері жетім жесірлермен бірге әлеуметтік бейімдеу орталығына келіп қайырымдылық дастарханын жайды. Қаланың орталық мұсылмандар мешітінің бас имамы Ербол Төлтаев өзі бас болып, осы бір игі шараны ұйымдастырып отыр. Жылдағы келетін құрбан айтымыз қабыл болсын. Әрқашанда осындай біздің мекемеміз өркейе берсін. Мына дастархан жайған мешіттің адамдарына көп ризалық білдіремін. Бақытты болсын, көп жасасын. Әсіресе мынау имам біздің бас имам Ербол көп жасасын, бақытты болсын. Әрқашанда осындай дастархан бізге жая берсін, оған шамасы келсін солар кісілердің. Өткен ораза айында да қала имамдары әлеуметтік бейімдеу орталығының тұрғындары үшін айт дастарханын жайған еді. Енді құрбан айтының 3-ші күні айт құрметіне дастархан жайып түстік ас берді. Өзіміздің қолымыздан келгенше мешіт, Теміртау қалалық орталық мешіт атынан бас имамның ұйымдастыруыменен бүгін осы қарттар бейімдеу орталығына келіп дастархан жайып осы кісілерге түстік ас дайындап беріп отырмыз. Енді дін исламда жалпы қайырымдылық жасау ең бірінші орында тұруға тиісті мәселе. Сондықтан осы істеп жатқан істеріміз бұл тек қана бүгінгі күн емес, бұл әр қарай жалғасын таба беретін бір ізгілікті шара. Сондықтан осы айт мерекесінде еліміз, жұртымыз аман болсын, халқымыз тыныштықта, береке бірлікте, ынтымағы жарасқан, еліміз, отанымыз үлкен өркениетті елдердің алдыңғы қатарында болған жетістіктерге жете берсін, айттан айтқа аман есен жете берейік. Әлеуметтік бейімдеу орталығында бүгінгінде 40-тан аса қаңғыбас жандар тұрып жатыр. Олардың дені тағдыр тәлкегімен жақындарынан ажырап далада қалғандар. Осындай жандарға мереке күндері көңіл бөліп, арнайы дастархан жайған үшін имамдар ісіне олар да ризалығын білдіреді. Біріншіден мерекемен құттықтаймын, барлығына бақыт, денсаулық, жақсылықтар тілеймін. Бүгін бізге арнайы дастархан жайып ас беріп жатқан үшін үлкен алғысымды білдіремін. Ризашылығымда шек жоқ. Үлкен рахмет.